Келесі достар, бүгін біз 718-ші есепті шығаратын боламыз. Біріншісі мен екіншісі берілген. 7-ні 10-ға бөлсек, 10-нан 7. Енді оны ондық бөлшекке айналдырсақ, 0,7. 13-ті 100-ге бөлеміз, 100-ден 13. Ондық бөлшекке айналдырсақ, 0,113. Келесі 91-ді 1000-ға бөлсек, 1000-нан 91 тең 0,1000-нан 91. 1000-ды 109-ға бөлеміз, 1000-нан 109 тең 0,1000-нан 109. 1000-ды 33-ке бөлсек, 1000-нан 33 0,1000-нан 33 болады, ондық бөлшекке айналдырсақ. 1000-ды 7-ге бөлсек, 1000-нан 7, ондық бөлшекке айналдырсақ, 0,1000-нан 7. Келесі, екіншісі, 21-ді 10-ға бөлсек, 21-ден 10. Ортақ бөлшекке айналдырсақ, 0,21-ден 10. 119-ды 100-ге бөлсек, 100-ден 19 тең 1,100-ден 19. Ал ондық бөлшекке айналдырсақ, 1,100-ден 19. 10-нан 893, ондық бөлшекке айналдырсақ, 89,10-нан 3. 1000-нан 491-ді ондық бөлшекке айналдырсақ, 4,1000-нан 911. 100-ден 627-ні ондық бөлшекке айналдырсақ, 6,100-ден 27. Келесі 10-нан 517-ні ортақ бөлгішке айналдырсақ, 51,10-нан 7 болады. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.